Баяғы заманда үлкен ну орманда жануарлар өмір сүріпті. Орманның ішінде түрлі аңдар, құстар, жәндіктер, тіпті су жәндіктері де болған. Бірақ олар бір күні өздеріне патша сайлауды шешеді. Барлық жануарлар жиналып, кімнің ең лайықты екенін ойластыра бастайды. Алдымен арыстан шығады ортаға. Мен ең күштімін, ормандағы ең мықты аңмын, мен патша болу керекпін, деп ортада сөз сөйлейді. Келесі болып ортаға піл шығыпты. Мен үлкенмін, мен барлығын қорғап, қауіптен сақтай аламын. Мен патша болуға лайықтымын, деп өз сөзін ортаға салады. Түлкі болса, өзінің тапқырлығын көрсетіп, мен өте ақылдымын, қиын жағдайда дұрыс шешім қабылдай аламын, мен патша болу керекпін, деп өз сөзін айтады. Барлық жануарлар ойланып, бір-бірлеріне қарап, әрқайсысы да патша болғысы келеді, бірақ кімнің ең лайықты екенін шеше алмайды. Сонда кішкентай қоян алға шығып былай дейді: менде үлкен күш те жоқ, мен піл сияқты алып та емеспін, түлкі сияқты тапқыр да емеспін, бірақ менің бір ұсынысым бар. Патша өзімен бірге барлық жануарларды сүйе білу керек. Күштілігіне қарамастан, кішігірім жануарларды да қорғай алатын ақылды әрі мейірімді патша болғаны жөн. Бұл сөздерді естіген жануарлар ойланып, бір-біріне қарады. Барлығы қоянның даналығын мойындап, оның айтқанына келісті. Сөйтіп орманның барлық тұрғындары бірігіп, жануарлар патшасын сайлаудың орнына барлығы бір-бірімен өмір сүріп, бір-біріне қамқор болып шешті. Сол күннен бастап ормандағы барлық жануарлар бір-біріне көмек беріп, тату-тәтті өмір сүре бастады. Бұл ертегі арқылы балалар жануарлардың сүйіспеншілігі мен бірлігі арқылы барлық қиындықтарды жеңе алатындығын үйренеді. Тыңдағандарыңызға рахмет.